Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жаңақорған аграрлы техникалық колледжінің тарих және география пәнінің оқытушысы мен Құлбаева Айгүл Тұрлыбекқызы. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Шыңғыс ханның дүниежүзілік тарихтағы рөлі. Сабағымыздың негізгі мақсаты Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндіру, мемлекет құрылысындағы сабақтастықты анықтай отырып, Қазақстан аумағында ұлыс жүйесінің дамуын зерттеу, 13-15 ғасырлардағы мемлекеттердің геосаяси белсенділігін сипаттау арқылы олардың Еуразиядағы тарихи процестердің барысында әсер ету дәрежесін анықтау. Сіздермен бүгінгі сабақтың барысын мынадай бөлімдерге бөлдім. Осы бөлімдер арқылы сіздермен сабақ жүргіземіз. Өткен сабақты пысықтау, үйге берілген тапсырманы сұрау, сіздерге тапсырма берілген. Түркі қағандарының мемлекеттілігіне жалпы шолу, түркі мемлекеттері өмір сүрген уақыты, астанасы, билеуші лауазымы немесе қағаны, аумағы жөнінде осындай тапсырма берілген. Осы тапсырманы орындағандарыңызды тексеріп, қорытындылап, бағаландыңыздар. Бүгінгі жаңа сабақты өтпес бұрын сіздерге мынандай ой қозғау тастадым. Сәйкестендіру. Осы сәйкестендіруді орындап, менің жеке парақшама жіберіңіздер. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы Шыңғыс ханның дүниежүзілік тарихтағы рөлі. 13 ғасырда саяси жағдай тек ұлы далада ғана емес, бүкіл Еуразияны толығымен өзгертті. Ол моңғол басқыншылығы және Шыңғыс хан империясының пайда болуымен байланысты еді. Моңғолдар түркілерге туыстас халық болып келеді. Олар бірінші мыңжылдықтың ортасында ұлы даланың шығысындағы көшіп қонып жүрген тайпалар. Ұйғыр қағандығы құлағаннан кейін Моңғолия аумағына қоныс аударады. Қытай деректерінде моңғол тайпалары көбінесе татарлар немесе моңғол татарлар деп аталады. Моңғол империясының шаңырағын алғаш көтерген Шыңғыс хан, бала кезіндегі аты Темүжін, 1155 жылы, кейбір деректерде 1162 жыл деп берілген, Моңғолияның Кендітау аймағындағы Онон өзенінің жағасында Болдон деген жерде Есугей батырдың отбасында дүниеге келеді. Есугей батыр Темүжин 10 жасқа жеткен кезде татарлармен болған бір шайқаста қаза табады. Жас кезінен Темүжин қорлықты, жәбірлеуді, мұқтаждықты көп басынан өткізеді. Бірақ ер жүректілігі мен ақылдылығының арқасында өзінің айналасына жауынгерлер жасағын жинап, көрнекті батырға айналады. 1203 жылы Темүжин керейттерді, наймандарды, меркіттерді бағындырады. 1206 жылға қарай ол барлық моңғол тайпаларын өз қол астына біріктіреді. Моңғол тайпаларын біріктірген Шыңғыс хан 1215 жылы солтүстік Қытайдағы Цзин мемлекетін жаулап алады. 1224 жылға қарай Шыңғыс хан өз билігін бүкіл орталық Азияға таратады. Шыңғыс хан 1219 жылы жорыққа 200 мыңдық әскермен аттанады. Шыңғыс ханның ұлдары Шағатай мен Үгедей отырарды қоршап алып, ол 5 ай қоршаудан кейін бағындырылады. Үлкен ұлы жошы Сығанақты, Жентті және де сырдариялық бекіністерді өзіне қаратады. Шыңғыс ханның өзі басқарған әскер Бұхара мен Самарқандты күйретеді. Моңғолдардың біріккен күштері Хорезмнің астанасы Үргенішті алады. 1227 жылы Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін оның жаулап алушылық соғыстарын мұрагерлері Үгедей хан, Күйік хан және Мөңке хандар табысты жалғастырып отырады. Моңғолдар жалпы Қытай, Иран, Ирак, Кавказ бен Русьті басып алып, солтүстік Үндістан мен шығыс Еуропаға өтеді. Нәтижесінде құрлықтағы барлық дүниежүзілік империялардың ішіндегі ең үлкен және ең қуатты империя құрады. Шығысында Сары теңізден бастап, батысында Дунайға дейін созылып жатады. Жалпы басып алған жерлерін Шыңғыс хан ұлыстарға бөледі, ұлдарына үлестіріп береді. Жошыға ертістен Орал тауына, бұдан оңтүстікке қарай Каспий теңізі мен Арал төңірегіне дейінгі жерлер, Орта Азиядағы иеліктерінен солтүстік Хорезм мен Сырдария аймағы, Шағатайға Мауреннахр, Жетісу, Қашқария, Үгедейге Батыс Моңғолия мен Тарбағатай аймағы беріледі. Төле әкесінің ұлы Моңғолияны мұраға алып отырады. Сіздерге бүгінгі тақырып бойынша терминдік
сөздермен жұмыс берілген. Құрылтай, кешіктен, тайшуыттар, ұлыс, меркіттер, наймандар, борыңғар, жоңғар, шүршіттер. Осы терминдік сөздермен жұмыс жасап, естеріңізде сақтап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Сіздерге мынандай бейнебаян дайындалды. Осы бейнебаянды мұқият тыңдап, сұрақтарға жауап жазыңыздар. Мынада 2 сілтеме берілді. Бейнебаянды көріп, мына берілген сұрақтарға жауапты жазып, менің жекеме жіберіңіздер. Және де мынадай суретке анализ жасаңыздар. Бұл суретте қандай нысандардың көріп тұрсыздар, не іс-әрекеттер болып жатыр, қандай адамдар бар, осы жөнінде жалпы анализ жасап, мұны да жеке парақшама жіберіңіздер. Жалпы бүгінгі сабақты пысықтау үшін сіздерге мынандай қызықты 8-дік ұйымдастырылып отыр, деңгейлік сұрақтар беріліп отыр. Осы сұрақтарға жауап беріп, оны да жеке парақшама жіберіңіздер. Жалпы бүгінгі сабақты қорытындылай келе, парсы тарихшылары Шыңғыс ханды қуатты, көреген, данышпан, жанары оттай қаншер, әділетті, шешімді, дұшпанының мысын басқыш, қорқуды білмейтін, қан төккіш және қатыгез деп сипаттайды. Бұдан асқан теңеу сірә жазылмайтын шығар. Оның ұлдары мен немерелері осы армия мен Ресейді, Қытайды, тіпті одан да әрмендегі елдерді жаулап алады. Билік пен байлыққа шомылған моңғолдар кейін өздерінің бір ғана дұшпаны бар екенін түсінеді. Ол олардың өздері. Сіздерге үйге тапсырма Қазақстан тарихы оқулығынан нөмірі 31-ші параграфты Шыңғыс ханның дүниежүзілік тарихтағы рөлі және интернеттен ресурстар пайдаланып, менің дәптеріме, жеке парақшама дәптерге жазып жіберулеріңізді өтінеміз. Бүгінгі сабаққа назар аударғандарыңыз үшін рахмет.